Так, қараңыздар. Мына жерден мына шеткісінен былай қарай 1,5 сантиметр қалдырып отырмын мен. Сіздер енді өздеріңіз сырт нелеріңізге қарайсыздар, иә. Бұл жерден нақты айта алмаймын, қанша болатынын. Өздеріңіз мөлшермен қалдырасыздар. Астынан 2 сантиметр қалдырдым. 2 емес 1,5 екен ғой, иә. 1,5 сантиметр қалдырдым. Сосын мына жаққа қарай 4 сантиметрдан қалдырайын деп тұрмын. 4. Егер нақты тура мен сияқты 7 жастағы нетіп атсаңыздар, дәл осымен істей берсеңіздер болады. Так. Түсіндіре алдым ба? Мына сызығымыз мына борттан бастап 1,5 сантиметр. Одан мына астынан бастап былай қарай 1,5 сантиметр, қалғандары 4 сантиметр болып тұр. Осыны бірінші нетіп алайық, белгілеп, одан кейін мынаны мына жаққа қарай қойып белгілейміз. Так, мына қараңыздар, мына жерін обязательно біріктіреміз, мына жер тең болу керек. Соны астына қарай түсіреміз. Оны қалай түсірсек болады екен. Так, мен қазір былайына қайырып көрем. Осы қайырғанмен ақырын бүйтіп нет көрейік. Мына жаққа ішкі бөлігін етеміз, иә. Мына жаққа сыртқысын. Сосын тық етіп мына жерге жабылады. Так, енді пресстал келейін, қазір сосын жасап көрсетемін. Алдымен аларды негізінде мына жерден тесіп алғанымыз дұрыс. Қатты үлкен емес, кішкене ғана. Чуть-чуть. Егер сіздерде өздеріңізде специальный брандай аппараттарыңыз болса, сол жақсы. Менікі мынау енді нақты емес. Мөлшермен істеліп жатқан нәрсе. Болды. Енді аппараттың пресстал келейін. Сіздермен мындай кнопка қадауды үйрететін боламыз. Мына жерде бізде қазір жоғарғы бетіне жасалатын кнопканы орнатып алайық. Потом келесінде келесін ішкі жағын орнататын боламыз. Сондықтан бізге қазір керегі осы 2 деталь. Мынаны біз аламыз да, мынаны көрдіңіздер ме, мынандай жері. Мынандай пипеткасы бар да, соны үстіге қарай мына жерге бұрап аламыз. Прессіне бұрадық, мына жағын астына қарай просто саламыз. Бұрадың қажеті көрсетеді. Түсті. Енді біз мынаны аламыз да, үлкен тұр ғой. Жалпағы. Мына жерде мынандай тесігімен, получается, ол бізде былай орналасады. Сөз, мына жақ кнопкасы бар, мына жағы былайына бетіне түседі. Енді біз мына үстіңгісін аламыз да, мына жерге қоямыз. 1 минутқа жылжыта тұрайын. Енді біздің жилетімізді қараңыздар. Мынау бірінші бізде беті. Бұл беті бізде жаңағы айтқанымдай, мына жилетіміздің орналасатын жерлерін белгілеп аламыз. Және де оны тесіп аламыз, чтобы мынаның бәрі спокойно кіріп үшін. Мен алдын істеп қойдым, сіздердің уақытын алмау үшін. Қараңыздар, мынау негізгі беті. Осыған біз мына матаға осылайна тесігінен кіргіземіз. Және де осыны мынаның бетіне даже мынаны сразу қойсақ та болады негізі. Бүйтіп орналастырып қараңыздар. Енді осыны астыға қарай жатқыза отыра, орналастыра отыра, мына прессті басамыз. Қатты басамыз, өзі бір мынандай тық деген бір звук беріледі. Сол уақытқа дейін, қалған үшеуін дәл солай орналастырып аламыз, айтқанымыздай. Осы беті әдем болып шықты, Енді келесі жағына орналастырамыз. Ішкі жағын, ол үшін нелерді, бөлшектерді алып тастаймыз. Алып тастаймыз да. Және келесі біздің осы 2 детальді аламыз, Бұл детальді мына жерінде көріп тұрсыздар, мынандай пружинкасы бар. Бұл енді ішкі жағына орналасатын. Мына пружинкасы бар жіңішкесін пресстің үстіңгі бөлігіне осылай бұрап аламыз. Енді мына астың бөлігін мынандай пипеткасымен астына жай ғана қоя саламыз. Ендігі кезекте қараңыздар, мынандай 2 бөлшек бар бізде. Біреуі мынандай жалпақтау, біреуі жіңішке. Осы жалпақты жіңішкенің үстіне қоямыз қазір. Мына жерге матаға кіргіземіз. Орын белгілеп алдық алдын ала.
міне осылайынан кіргіземіз де мынаның үстіңгі бөлігіне қоямыз. Дәл осылайынан пресске апарамыз. Енді үстінен басамыз. Осындай болып шықты. Осыны бір тексеріп алсаңыздар болады сразу. Енді келесілерін дәл солай жасаймыз. Ешқай жерінен затяжка ештеңке жоқ. Енді осының бәрін орнатып көрейік. Міне осылайынан болып шықты. Көрдіңіздер ме сіздерге қалай?